Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ролар жуан и р шығу керек. Кейін біз рахим деп тоқтаған кезде кейбір кісілер екіге созып тоқтайды. Жылдам оқитын болса рахим деп. Немесе төртке созуға болады, немесе алтыға созып тоқтауға болады. Бұл мәтті біз мәт арид деп атаймыз. Бірақ бір ескеретін жайт, егер сіз мына жерде мәт аридті екіге созып бастасаңыз, тура осы сияқты мәттің бәріне екіге созасыз. Төртке созсаңыз тура солай төртке, алтыға созсаңыз тура солай алтыға созып оқисыз. Мына жерде мынаны екіге, мына жерде төртке, мына жерде алтыға созып оқуға болмайды. Әлхамду, әлхамду. Бұл жерде көп кететін қате әлі. Яғни енді бастап шыққан байқамайды ол. Неге сондықтан қазір сәл түзесеңіздер болады. Әлхамду, яғни әл деп анық шығу керек, және тербелмеу керек. Әлі деп тербетіп керек. Содан кейін екінші әлхамду, хамду, мұны да тербетіп жүреді. Анық. Әлхамду, мынау ха, бір кісілер әлхамду немесе әлхамду деген сияқты оқиды. Хамду деп жоқ. Әлхамду лиллахи раббил аламин. Әлхамду лиллахи раббил аламин. Кейін мына жерде тоқтаған кезде нунды сәл ғұннасын беріп анық аяқтау керек. Жұтылыққа кетпеу керек. Аламин. Бірақ аламин деп тұрып алмау керек. Аламин бітіресіз. Кейін мынау мәтті яйда бізде яй, мәт яй бар, кейін идғам яй бар. Яғни сукун нун яй әрпіне кірген кезде хал бар. Ол кезде ол мұрыннан шығады. Мысалы, фәмән яъмәл деген сияқты. Бірақ мына жерде бұл мұрыннан шықпайды, тек ауыз қуысынан шығады. Аламин. Мұрынсыз. Аламин. Көп кісі кетіп қалады. Мин деген сияқты. Әдемі оқимын деп. Байқайсыздар соны. Ар-рахманир-рахим. Ра жуан шығу керек. Ар-рахманир-рахим. Мыда да ны сияқты ғұннасымен анық аяқтау керек. Ол мынау ерінен шығады ғой. Бірақ не? Мұрыннан сәл ғұннасын береміз. Сол кезде деп анық шығады. Ерінен және мұрынмен қоса. Рахим. Егер ғұннасын бермесек, рахим. Бұда тура ерінен шығады да анық естілмей қалуы мүмкін. Малики яумиддин. Бұл жерде мына кейінгі яй сөз әріпімен жалғасып кетпеу керек. Малики яумиддин. Малики деп кіріп кетпеңіз де. Малики яумиддин. К өзінің кәсірасын анық шықсын, я бөлек шықсын. Малики яумиддин. Ияка. Бұл жерде екі қате бар. Біріншісі хамзаны анық шығарам дейді де, ияка деп қысып тастайды. Бізде хамзаның махраж бөлек, тамақтың ең төменгі жағы. Бірақ яй әрпі не тілдің орта жағынан шығады. Және ол бос шығу керек те, қысылып шықпайды. Сондықтан бірінші хамзаңызды сәл қысып, одан кейін яйды бөлек шәддасымен шығара бересіз. Екінші қате, яғни ияка деп қысып тастайды. Екінші қате, мына хамзаны яй қып жібереді. Яғни ияка деген сияқты. Яғни бәрін яй қып жібереді. Не бәрін хамза қып жібереді, немесе кәсірәл хамза, немесе бәрін яй қып жібереді. Бірақ бізде бірінші хамза, одан кейін шәддәл яй. Ияка нa'буду ва ияка нa'буду бөлек ва ияка. Мына нa'буду ва деп кет қалмайсыз да.
Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in деген сияқты. Мына жерде енді ихдинас деп айтып жатады, немесе тағы басқа. Ихдина, ихдина. Жіңішке. Көрдіңіз ба? Ихдина, жіңішке. Бірақ кейінгі біз кіретін әріп не? Со жуан. Сол себепті көп кісі мына жерде ихди нос деп оқып кетеді. Яғни мына сот әрпінің жуандығы себепті мынау сәл ауысып кетеді. Ихдинас сиратал. Ихдинас. Ихдина ыс. Ихдинас сиратал. Сосын мына сот әрпін шығарған кезде мынау тілдің ұшы астыңғы тістердің төп жағына тұрады. Осы сот әрпін шығарам деп біз бұрында өзімізде қате жүргенбіз. Ихдинас деп мына ерінді алды қарай шошайтатын ек. Бірақ ерін алдыға шошайту ол не? Бізде вау әрпінің махражы. Әу деген сияқты. Сондықтан абай боласыздар. Нас ешқандай ерін алдыға жылжымайды. Жаңа син әрпінің жуандығын бересіздер. Ол жуандығын беру үшін тілдің арты сәл көтерілсе болды. Тілдің арты көтерілсе ауа жуандайды. Ауызыңызды ауаға толтырсаңыз. Ихдинас сиратал. Не бірінші қате ихдинос немесе ихдинас сирато деп оқиды. Жіңішкеіп жүреді. Мынаны да жіңішкеіп жүреді. Мынаның әсерімен. Сондықтан не соттың әсерімен әлиф әсерленбейді, немесе әлифтің әсерімен мынау сот әрпі жіңішкеріп кетпейді. Ихдинас сиратал. Сиратал. Сосын бағанағы ләмнің әрпі ғой. Сиратал мустақим. Тале деп кет қалмайды да. Тал мустақим деген сияқты анық шығу керек. Бірақ бөліп тастамаңыз енді. Сиратал мустақим деп оқып жатпайсыз. Плавно. Сиратал мустақим. Мустақим. Мына жерде көбірек жаттығу жасаңыздар. Бізге де еркінбек ұстаз көбірек айтатын. Қоф әрпіне бізде негізі жуан әріп. Демек, оның кәсірәсі жуан. Яғни жуан әріптер өзінің харекетімен жуан болады да, мына жерде бізде одан кейін мәт яй кеп тұр. Мәт яй жіңішке. Сол себепті мына кәсірә мына яймен жіңішкеріп кетпеу керек. Немесе кәсірә мына яй мына кәсірә сияқты жуан болып кетпеу керек. Мустақим деп бәрін жуан қылып жүрмейсіз. Немесе мустақим деп бәрін жіңішке қылып жүрмейсіз. Мустақим. Қи жуан, и жіңішке. Мустақим. Ихдинас сиратал мустақим. Сиратал лазина. Сиратал лазина. Ан'амта. Ан'амта. Осы жерде көп қате. Ан'амта. Ны әрпін тербетіп жүреді. Ан'амта деген сияқты. Жоқ. Ан'амта. Ан'амта деген сияқты. Ан'амта алейхим. Алейхим. Кейін мына жерде абайласаңыздар. Алейхим деп бөлек шығармаңыздар. Өйткені әрпі негізі әлсіз әріп болған соң оны шығарам дейді, көбісі анау қатты күш беріп жүреді. Жоқ. Алейхим. Алейхим. Шығарыңыз, бірақ бөліп тастамаңыз. Алейхим деп. Алейхим. Кейін ғойрил. Ғойрил. Осы жерде көп қалып кететін қате. Ғо жуан, яй жіңішке ғой. Көбі ғойрил деп кетіп қалады. Яғни біз не істедік? Ғой. Яй әрпінде осы ғо әрпінің халінде айтып жердік. Яй әрпі қалай шығатын? И. Демек, ғо одан и қайтадан ауыз қайту керек. Ғойрил. Ғойрил деген сияқты. Ғойрил емес те. Ғойрил. Ғойрил. Енді қызық басталады. Мә. Бізде не? Жіңішке. Мә. Ғо жуан, бот жуан. Осы жерде көп кететін қате. Мағдуби. Мен өзім солай оққам. Мағдуби деп.
мағдуби. Яғни мә мына екі жуан әріптің әсерімен не жуан болып кетті. Жоқ, мә жіңішке. Мә өте мә деп айтпаймыз да, мә орташа. Мәғ ғоға жуан халінде кіреміз. Мәғ, яғни мә жіңішке, ғо жуан. Мәғдуби, дуби. До өзінің даммасымен жуан, уау жіңішке. Мәғдуби алейхим валад емес, немесе валад до емес те, мына до тәрпін жіңішке дәл қылып жүрмейміз. Валаддаллин. До алтыға созамыз, алтыға. Кейін лыға, шәддәліға кіреміз. Долин боқамау керек, жағына шәддәсіз лы боқамау керек, долин емес, долин деген сияқты. Жалпы, енді мынау жаңа ережелер, жаңағындай тәжвид нәрселер сәл қиын болуы мүмкін. Бірақ тәжвид деген нәрсе сол. Яғни сіз оны дәрежесіне меңгерген сайын ол жеңіл бола түседі. Мүмкін қазір қиын болса, сіз басқаша жеңіл нәрселерді үйреніп, кейін бұл да сізге оңай болады. Бірақ не ауызды жаттықтыру керек, мынау жақтарды. Сол арқылы сіздің тәжвидіңіз жақсара түседі. Пайдалы болсын.